Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі өтілетін тақырып күз кереметі. Молшылық күз, береке күз, мерекеміз. Ендеше балалар, барлығымыз көзімізді жұмып, күз мезгілін көз алдымызға елестетейікші. Күз мезгілі. Таңертең ата-анаңызбен балабақшаға келе жатырсыз. Айналаңызға қараңыз. Ағаштардың жапырақтары сарғая бастаған. Жерде қызыл сары жапырақтар төгіліп жатыр. Бір кезде жаңбыр жауып кетті. Адамдардың кейбіреуі қол шатыр ұстап барады. Ал балалар, көзімізді ашайық. Күз мезгілі көз алдарыңа елестеді ме? Қанша күн суық болса да, әр мезгілдің өзіндік бір жылылығы, кереметі болады екен. Ал енді балалар, мақал-мәтелді жалғастыр айдарына көшсек. Бірінші мақал-мәтеліміз: еңбек етсең ерінбей. Дұрыс балалар, тояды қарның тіленбей. Екінші мақал-мәтеліміз: жалқаудың жаны тәтті. Дұрыс, еңбектің наны тәтті. Ал үшінші мақал-мәтелімізге көшсек: жаңбыр менен жер көгерер. Дұрыс, бата менен ел көгерер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Көктемде ұшып келіп, күзде жылы жаққа ұшып кететін құстарды қалай атайды? Дұрыс айтасыңдар балалар. Оларды жыл құстары деп атайды. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.